Сәлем достар, сіздермен Айткүл Изатуллаева. Бүгін дәл осындай керемет дәмі тіл үйірер палау жасайтын боламыз. Бұл негізінде Ташкент палауы, бірақ біз ішіне алма қосып алмалы палау деп алдық. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді, сондай шашылып тұратын палау болады. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Барлық керек заттарымыздың барлығын турлап аламыз. Пиязларыңыз тым аз болып қалмау керек, өйткені палаудың сулы әдемі болуына, яғни әдемі дәмінің кіруінің өзіне пияздың үлкен үлесі бар. Осылай қатты майдалап жібермей, әдемілеп турап аламыз. Бұл палауға әркім әртүрлі. Мысалы, менің өзім алма қостым, біреулер осыған лимон қосып істейді, және айва деген жеміс бар, соны да қосып істейтіндер бар. Немесе сарымсақ басса да болады. Әркімнің өзінің қалауына қарай. Маған осы алмамен жасаған палау қатты ұнайды, өйткені алма қосқан кезде мейіз қоспасаңыз да өзінің бір әдемі тәтті дәмін береді. Неке барлығын турап аламыз. Осылай қазанымызды жақсылап қыздырып, майымызды құйып, май қызғанша күтеміз. Ескере кететін дүние, майларыңыз тым аз болып қалмау керек. Сонда ғана біздің күрішіміз шашылып әдемі болып піседі. Неке майымыз таза қызды, отымыздың астына жоғары қып қоямыз. Баяу немесе орта отта пісіруге болмайды, ол кезде біздің етіміз қатты қызармай, пісу уақыты ұзақтап кететін болады. Барлық етімізді салдық тағыны қойып қоямыз. Сол арада біз күрішімізді жібітеміз. Ол үшін біз ең әуелі жылы сумен күрішімізді жақсылап үйкелеп жуып аламыз. Жылы сумен жусаңыздар, күріштің сыртындағы ақ, жаңағы өзінің сыртындағы бояу дейді ма, солардың барлығы кетеді. Дәл осылай жылы суда 3 рет немесе 4 рет жуып аласыздар. Осы ақ түсі кеткенге дейін. Енді әптен жуып тазалап болған күріштің үстіне тағы да жылы су құйып, 1 қасық тұз салып жібітіп қоямыз. Суларыңыз күріштен 3 сантиметрде жоғарыда болу керек. Неке етіміздің жайлап қызарып келе жатыр. Етті қуырған кезде ең әуелі суы бөлінеді. Яғни егер мысалы сүрленбеген ет болатын болса, жаңадан сойылған ет болатын болса, оның суы өте көбірек шығады. Сол кезде оттың астын қатты жоғары қоясыздар тағыны, бетін ашып қоясыздар. Сол кезде суымыз буланып шығып, таза майдың өзі қалады. Мінеки таза қуырылған еттер осылай қызарып шығады. Беттерін айналдырып отырасыздар. Осылай суы таза тартылғанға дейін қуырамыз. Содан кейін ғана барып пиязымызды саламыз. Жаңа айтқанымда, пияз аз болып қалатын болса, палаудың дәмі онша әдемі емес болып қалады. Яғни пиязымыз бен сәбізіміз біздің көбірек болуы керек. Және палауға тек қана қара кесек ет емес, еттің майлы бөліктерін салсаңыздар өте әдемі. Мысалы, құйрық майларды салсаңыздар өте әдемі керемет дәм береді. Неке пиязымызды әлі осылай керемет етіп қызартып қуырып алдық. Енді үстінен сәбізімізді салып, онда піскенге дейін қуырамыз. Тұзды бұл кезде салмаймыз, өйткені біздің етіміздің тұзы бар. Егер тұздалған ет болатын болса, қатты ащы болып кетуі мүмкін. Тұзды су құйып болғаннан кейін саламыз. Дәл осы кезде біз ыстық су, қайнап тұрған суды құямыз. Немесе салқын су құйсаңыздар, кішкене пісу уақыты ұзарады, қайнаймын дегенше. Мен осылай қайнап тұрған суды құйдым. Сәбізімізді, етімізді полный басқанға дейін суымызды құйып аламыз.
Енді отымыздың астын жай қойып, жаймен қайнатамыз. Қатты қайнап кетпеуі керек. Осылай бұрқырап қайнап пісуі керек, е. Осы кезде біз жаңағы дәмдеуіштерімізді қосып, сумен жақсылап батырып, жан-жағына барлығына тарайтындай етіп қоямыз. Сіздер қалауларыңызша мейіз, жаңағы барбарис деген өнімдерді салсаңыздар болады, немесе салмасаңыздар да болады. Палаудың дәмінің әдемі болуы және түсінің әдемі болуы еттің қызарып пісуіне және бұқтырылып әдемі қайнауына, яғни сәбізіміздің, пиязымыздың таза пісуіне де байланысты. Осылай алмамызды кішкене қайнатамыз. Осы орайда біздің күрішіміз жібіп дайын болады. Дайын болған күрішті біз қалай білеміз? Қолдарыңызға алып қарасаңыздар, ешқандай түссіз жері жоқ, яғни барлық жері осындай әппақ болып тұрады. Бұл біздің суды өзінің бойына жақсы сіңірген кезі күрішіміздің, яғни дайын кезі. Осы кезде суын төгіп тастаймыз. Оған дейін біздің сорпамыз дайын болады. Енді осының үстіне күрішті жақсылап салып, бетін бір тегіс етіп, астын жоғарылатып қайнатамыз. Егерде күріштеріңізге суларыңыз батпайтын, суға күріштеріңіз батпайтын болса, кішкене қайнаған су құйып жіберсеңіздер болады. Яғни біздің күрішіміз кішкене суға батып тұруы керек. Күріштердің де өзінің әр түрлері болады. Біреулері суды қатты сіңіргіш болады, немесе біреулері суды аз сіңіретін күріштер болады. Менің өзім элита күрішін қолданамын. Неге осылай бетін жақсылап тегістеп алып, қатты отта қайнатамыз. 5-10 минуттан кейін уже біздің суымыз тартылады. Сол кезде күрішіміздің барлығын ортаға жинап, бұқтырып дайындап қоямыз. Осылай беттерін тегістейсіздер, дан ортасын кішкене тесіп, яғни ауа кіретіндей, жаңа біздің алмамызды салатындай шұңқыр жасап аламыз. Егер сарымсақ қоятын болсаңыздар да дәл осылай алманың орнына сарымсақ қойып бұқтырсаңыздар болады. Енді бетіні жауып, баяу отта 45 минуттай пісіріп аламыз. Неге біздің палауымыз дайын. Күріштері осылай жабыспай әдемі болып піседі. Күріштің жабыспауы, осылай шашылып түсуі біздің жаңағы жылы суға жуғанымызға және жылы тұзды суға жібіткенімізге байланысты. Тамағымыз дайын, ас болсын.